Қазір біз 17-ші параны оқыдық. 17-ші парада бізде сәжде аяты бар. Сәжде аяты, енді біріншісі бұл келісілген сәжде аяты мынау Хадж сүресінде, Хадж сүресінің 18-ші аятында сәжде аятын оқыдық. Сол аятты оқығандар, естігендер сәжде етуге тиіс. Ал мынау соңғысы, соңғы беттегі сәжде, бұл енді басқа мазхабтарда сәжде болып есептеледі, бірақ біздің мазхабта сәжде аяты болып есептелмейді. Енді біреу жасаймын десе артықшылығы жоқ. Себебі басқа мазхабтарда сәжде деген көзқарас бар. Бірақ бізде жалпы 14 сәжде. Басқаларда, мынау шафилерде мысалы 15 сәжде, мынау соңғы аятта сәжде деген белгі тұр ғой. Оларда сәжде болып есептеледі. Бізде сәжде аяты емес. Сол үшін бір рет сәжде жасап қойсақ жеткілікті. Енді бұл аяттардың түсіндірмесіне келетін болсақ, бірінші сүре Әл-Әнбия, яғни пайғамбарлар деп аталатын сүре. Алла тағала бұл сүрені иқтараба линнаси хисабухум, адамдарға есеп-хисап беретін уақыты жақындады, бірақ адамдар немқұрайлықпен көңіл бөлмей жүр, адамдар ғапылдықта жүр деген сөздермен бастайды. Одан кейін пайғамбарлардың адамдардың арасынан жіберілгендігін, олар не үшін періште жібермейді, не үшін басқа қылмайды деді ғой сол уақыттағы адамдар. Алла тағала біз оларды өздеріңнен, адамдардың арасынан жібердік, оларды бір мәңгі өмір сүретін етпедік, олар тамақ жемейтін бір жаратылыс етпедік деп Алла тағала адамдарға айтып жатыр. Неге? Өйткені мысалы егер періште болатын болса, періштеге біз ере алмаймыз, періштеде нәпсі жоқ деп шығады адамдар. Ал енді пайғамбар ол да еттен сүйектен тұратын жаратылыс. Демек бізге үлгі ретінде періште жарамайды. Өйткені оның жаратылысы бөлек. Ода нәпсі жоқ, оны еш нәрсе азғырмайды. Ал сол үшін Алла тағала адамға ескертуші ретінде өзінің пайғамбарларын адамдардың арасынан жіберді. Кейін мынау 30-шы аят. Әуәләм яраллазина кафару анна самауати вал арда каната ратқан фафатақнахума. Кәпірлер аспандар мен жердің бір болғанын, кейін біз оны ажыратқанымызды, кейін біздің оны ажыратқанымызды көрмей ме дейді. Ваджаална минал маи кулла шайин хай. Және судан барлық тірі нәрсені шығардық дейді. Афала юъминун, олар иман келтірмей ме дейді. Енді бұл мәселе енді мен нақты мынандай деп айта алмаймын, бірақ кейбір мынау Құрандағы, хадистегі ғылыми жаңалықтарды зерттеп, ашып, іздеп жүрген кісілер осы аятты мынау Биг Бен дейді ме, не дейді, өзі атауы бар ғой, үлкен жарылыс. Оны теория дейміз бе, немесе нақты бір ғылыми факт дейміз бе, әйтеуір бір уақыттары аспан, жер барлығы бір болған, сөйтіп үлкен жарылыс болып, сол жарылыстың нәтижесінде әрқайсысы бөлініп кеткен. Осыны сол аятпен байланыстырады. Қарап отыратын болсақ, кәпірлер аспандар мен жердің бір болғанын, кейін біз оларды фафатақнахума, сонда бір күшпен бөліп тастағанымызды көрмей ме деген аятты айтады. Және Зағлул Наджар деген ғалым кісі, Алла өмір жасына береке берсін, енді сол кісі айтады. Және Алла тағала бұл жерде кәпірлер көрмей ме деп тұр дейді. Өйткені ол көзқарасты, енді теорияны, енді қазірге дейін теория деңгейінде ме, немесе одан бір ғылыми фактке көтерілді ме, мен білмеймін. Соны ашатындар мұсылман емес, Алла тағала тіпті сонында жазып қойған дейді. Кәпірлер көрмей ме деп. Яғни осы аятта сол жаратылыстың қалай бастапқыда бір болып кейін бөлінгендігі айтылған дейді. Аллаху а'лам. Яғни бір ақиқатын бір Алла біледі.
Алла тағала аяттың соңында әрбір жан иесі өлімнің дәмін татушы дейді. Біз фитна ретінде, сынақ ретінде сендерге жақсылықты жамандықты береміз, қиындықты жақсылықты береміз. Ва илайна туржаун, соңында бізге қайтасыңдар дейді Алла тағала. Кейін Алла тағала бізге пайғамбарлардың оқиғаларын баяндап береді. Одан алдын бірінші қиямет күні біз әділдік таразысын қоямыз, ешкім зұлымдыққа ұшырамайды. Қандай бір шаң тозаңындай адам амал істеген болса, соны да келтіреміз. Біз хисап алуды жетіп артамыз деп Алла тағала ертең қияметтегі есептің қаншалықты сондай бір нәзік болатындығын, әрбір мәселе есептелетіндігін, әрбір мәселе қаралатындығын айтып ескертіп жатыр. Одан кейін Муса алейхиссаламға Алла тағала кітап бергендігін айтады. Артынша Ибрахим алейхиссаламның оқиғасы кетеді. Ибрахим алейхиссалам өзінің қауымын дінге, уағызға шақырады, уағыздайды. Дінге олардың бір мерекесі болған кезде Ибрахим алейхиссалам мен ауырып жатырмын деп қалып қалады, барып қатыспаймын деп. Бәрі кетіп қалған кезде олардың ғибадатханаларына кіріп, пұттарының барлығын сындырып шығады. Тек қана бір үлкен пұтты қалдырып қояды. Кейін олар келіп қараса, пұттарының бәрі сынып жатыр. Бұны кім істеді, қандай залым істеді деп ашуланады. Араларынан бұларды сынға алып жүрген Ибрахим деген бар еді ғой, сол болу керек, соның ісі болу керек бұл деп. Сонымен Ибрахим алейхиссаламды алдырады. Әнтә фаалта хаза би алихатина я Ибрахим. Ва Ибрахим, осыны сен істедің бе, мына пұттарды сен сындырдың ба деді. Сонда ол айтады, жоқ, оны мынау үлкен пұт істеді деді. Бәрін сындырып тастады да, өзі жалғыз өзі қалды деді. Фасалухум ин кану янтиқун. Егер сөйлейтін болса, сұрасаңдаршы өзінен деді. Сонда олардың аузына құм құйылады. Бастары төмен салбырап, бірақ сонда да ақиқатты қабылдамайды. Лақад алимта ма хаула янтиқун. Бұлардың сөйлемейтінін білесіңдер ғой деді. Сөйлемейтінін білесің ғой бұның деді. Және қалай ол пұттың қол аяғы жоқ, ол жүрмейді, қалай ол басқаларын сындырып тастайды деді. Сонда Ибрахим алейхиссалам айтады: Афатабудуна мин дуниллахи ма ла янфаукум шай'a ва ла ядуррукум. Сендер Алланы тастап, оны орнына басқа ешқандай сендерге пайда да келтіре алмайтын, зиян да келтіре алмайтын, зиян жеткізе алмайтын, тіпті өзін қорғай алмайтын, және өзін кім сындырғандығын айта алмайтын осындай бір жансыз заттарға, пұттарға табынасыңдар ма дейді. Яғни Ибрахим алейхиссалам бұны уағыз насихат үшін істеген еді. Бірақ олар ашуланып Ибрахим алейхиссаламды отқа тастаймыз дейді. Қалу харриқуху вансуру алихатакум ин кунтум фаилун. Өзара олар оны өртеңдер, құдайларыңа көмектесіңдер, шынай құдайларыңа жанашыр болсаңдар деп Ибрахим алейхиссаламды отқа тастауға шешім қабылдайды. Алла тағала «Құлна я нару куни барда ва саламан аля Ибрахим». Отқа Ибрахимге салқындық және амандық бол деп айттық дейді. Ибрахимге салқындық және амандық бол деп айттық дейді. Ғұламаларымыз айтады, егер тек қана салқындық бол деп айтқанда, Ибрахим алейхиссалам қатып қалар еді дейді. Алла тағала салқындық және амандық бол деді. Және Ибрахимге деді. Егер Ибрахимге деп айтпағанда, от салқындық және амандық бол дегенде, от бүкіл адамзатқа сондай болып қалар еді, күйдіру сипатын жоғалтар еді дейді. Бірақ Алла тағала тек қана Ибрахимге деп айтып тұр. Ибрахимге салқындық бол және амандық бол. Яғни оны тоңдырып жіберетіндей салқындық болма, амандық бол деп айтты. Олар оған жамандықты қалады, бірақ біз олардың өзін зиян шегушілерден еттік. Оны және Лутты құтқардық, кейін Ибрахимге Исхақ, Яқубтарды бердік, оларды да ізгі перзенттер еттік, пайғамбарлар еттік дейді. Одан кейін Лут алейхиссалам жағдайын айтады, одан кейін Нух алейхиссаламның жағдайын, олардың қауымының ақиқатты қабылдамай жазаға ұшырағандығын, Алланың ашуына қалғандығын. Одан кейін
وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. Алла тағала бұл жерде Дауд алейхиссалам мен Сулейман алейхиссаламдардың, яғни әке бала Дауд, әкесі Сулейман баласы, екеуінің бір мәселеде үкім бергендігін айтады. Біреудің малы түнде келіп, екінші біреудің егінін таптап жеп кетеді. Сөйтіп екеуі шағымданып келген кезде үкім шығарады. Дауд алейхиссалам үкім айтады, және Сулейман алейхиссалам үкім айтады. Алла тағала айтады: «Фафахамнаха Сулейман». Біз Сулейменге түсінік бердік дейді. Яғни Сулейман алейхиссаламның айтқаны дұрыс еді дейді. Баласы жас болады, бірақ үкім айтады. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا. Біз екеуіне де білім бердік, екеуі де былайша айтқанда үкім шығаратын деңгейдегі адамдар еді. Бірақ Сулейманның айтқаны дұрыс дейді. Осы аятқа негізделіп, біздің ғұламаларда ижтихад әртүрлі болғанымен, яғни ғұламалар мысалы әртүрлі көзқарастарда болады ғой бір мәселелерде, бірақ Алланың алдында ақиқат біреу дейді. Кейін Алла тағала وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. Біз Дәуітке тауларды бағындырдық, онымен бірге құстар Аллаға тәсбих айтады дейді. Және оған біз сауыт жасауды үйреттік. Алла тағала жалпы Дәуд алейхиссаламды осы темірдің ұстасы етті. Ал баласы Сулейманға Алла тағала желді бағындырып берді, жындарды бағындырып берді. Алла тағала жан жануарлардың, құстардың, жәндіктердің барлығының тілін түсінетін бір ерекше Алла тағала муъжиза берді Сулейман алейхиссаламға. Енді бағанағы мәселеге қатысты, енді ақиқат Алланың алдында біреу деген, яғни біз ертең Алла тағаланың алдында барғанда білеміз, ғұламалардың арасындағы кімнің көзқарасы қай мәселеде дұрыс етті. Бірақ біз үшін олардың барлығы дұрыс, өйткені мысалы 4 мазхаб, олардың барлығы мужтахид ғалымдар болып есептеледі. Одан кейін Алла тағала Айюб алейхиссалам жайында айтады. Айюб алейхиссалам дұға жасады. «Әнни мәссәния дурру ва анта архамур рахимин». Маған зиян, мынау ауруым, дертім жаныма батып кетті, маған зиян жетті, сен мейірімділердің мейірімдісің деп дұға жасады. Одан алдын Айюб алейхиссалам қанша жыл шыдады, балаларынан айырылды. Одан кейін әйелі мінез көрсетті. Енді қанша жыл ауырып қиналды. Соңында дұға жасады. «Я Алла, жаныма батып кетті, қиналып кеттім» деп. Балаларға қайтыс болып кетті. Алла тағала Айюб алейхиссаламға сондай ауыр сынақ жіберді. Алла тағала айтады: «Фастажабна лаху факашафна ма бихи мин дур». Біз оның дұғасын қабыл еттік, оны дертінен айықтырдық, және оған отбасын бердік, және отбасындай тағы да бала шаға бердік дейді. Алла тағала дұғасын қабыл етіп, сөйтіп соңында осындай сынақтан құтқарды. Айюб алейхиссалам ауырып сырқаттанып қалғандарға ғибрат, соларға үлгі, солар ғибрат алатын пайғамбар. Неге? Өйткені Алла тағала Айюб алейхиссаламды аурумен сынады. Енді бірақ бұл жерде бір нәрсені біліп алуымыз керек. Ауру деген кезде пайғамбарлар ешқашан адамдарды жеркендіретін, жанынан адамдар қашып кететін, бағанағы бір жаман иіс шығатын ондай аурулармен ауырмайды. Неге? Өйткені пайғамбарлар Алланың дінін жеткізуге бұйырылған. Алла тағала оларды өзінің дінін жеткізуге таңдаған сүйікті құлдар. Енді ондай пайғамбар бір жаман аурумен ауырса, мысалы алапес, қотыр, басқа тағы да сол сияқты аурулармен ауырып, сондай бейнеде адамдарға келіп дағуат етем десе, адамдар оның жанынан қашады. Ертең қияметте Алла тағаланың алдына барған кезде айтады: «Сен маған бір ауру жібердің, мен оны тыңдай алмаймын, маған ауру жығады, сол үшін маған ешқандай ақиқат жеткен жоқ» деп Алла тағаланың алдында оларға бір сылтау үзір болар еді. Алла тағала сол үшін де пайғамбарларды ондай аурулардан сақтап қойды, адамдарды жеркендіретін, адамдарды өзінің жанынан қашырып жіберетін. Бұны не үшін айтып жатырмын? Өйткені кейбір кітаптарда мынау Исраилият дейді, Бани Исраил қауымындағы дұрыс емес риуаяттардан
алынған көзқарастар бар. Аюб алейхиссаламның денесі шіріп кетті дейді. Бүкіл денесі шіріп кетті. Тіпті бағанағы денесі құрттап кеткен кезде бір құрт түсіп қалса, Аюб алейхиссалам ол құртты алып қайтадан денесіне қойып, сенің рызқыңды Алла менің денемде етті ғой, жер рызқыңды деп қайтадан денесіне құрт қойып қоятын деп, сондай әңгімені кішкентай кезімізде еститінбіз. Тіпті апаларымыз да соны айтатын. Енді олар да өзінің естігенін, білгенін айтады ғой. Бірақ ақида білімін қарайтын, оқитын болсаңыздар, сол жерде пайғамбардың шарттары, пайғамбар қандай болады деген кезде, пайғамбар ең бірінші кезекте ер адам болады, екіншіден сондай адамдарды жанынан қашыратын, адамдарды жеркендіретін аурулармен ауырмайды деп. Одан кейін пайғамбар ақылды болады, яғни бір кішкене кришасы кетіп қалған, былайша айтқанда тамы кетіп қалған дейді ғой. Ондай бір түрлі аңқау адам пайғамбар болмайды. Пайғамбар деген сондай ақылы өткір, өте ақылды, ерекше жандар да Алла тағала таңдап пайғамбар етеді. Сол үшін де Аюб алейхиссалам олай ауырды деген оқиғалар, әңгіме дұрыс емес. Енді кейбір жерлерде тіпті оны уағыз қылып айтқан кезде адамдар еңкілдеп жылап отырады. Аюб алейхиссаламның бүкіл денесі шіріп кетті, құрттар бүкіл денесін шірітіп келіп соңында тіліне түсті. Тілін жей бастаған кезде жылап тұрып дұға қылды: «Я Алла, мені ұстап тұрған сенің зікірің еді, сені зікір етіп мен тыныштық тауып тұрған едім. Мына бүкіл денемді жеп қойса да соған шыдап жүрген едім. Енді тілімді жеп қойса құрт, онда сені қалай еске аламын, қалай сенің атыңды айтамын, қалай зікір етемін» деп дұға қылды деп сөйлеген кезде адамдар кәдімгідей еңкілдеп жылап кейбір уағыздарды. Енді қарап отыратын болсақ, сол сөздердің бірақ негізі жоқ. Негізі жоқ. Енді қандай ауру болды? Аллаху алем. Мүмкін сүйектері сырқыраған шығар, сондай бір ревматизм бір нәрсе деп жатады ғой. Мысалы, сол сияқты бір қатты адам жанына бататын ішкі жағынан, мүмкін асқазан болар, мүмкін тағы басқа болар, тағы басқа енді аурулар көп қой, адамның мазасын қашыратын сондай бір аурулар болуы мүмкін. Ал бірақ ол сыртқы денесіне әсер еткен, денесін шірітетін ауру болған жоқ. Осыны біліп алайық. Кейін Алла тағала бізге Юнус алейхиссаламды айтады. Өзінің қауымына ашуланып шығып кетіп, кемеге мінеді, кейін кемеден суға тасталып кит жұтады. Сонда фанада фил зулумат, қараңғылықта деді, киттің ішінде дұға қылды: «Алла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин». Ла илаха илля ант, сенен басқа ешқандай тәңір құдай жоқ, сен пәксің, мен өзіме зұлымдық жасадым деген дұға. Кез келген сонда қателік жасаған және қиындыққа тап болған адам осы Юнус алейхиссаламның дұғасын жасаса болады. Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин деген дұға. Біз оның да дұғасын қабыл еттік және оны қиындықтан құтқардық дейді. Одан кейін Алла тағала Закария алейхиссалам жайында айтады. Ол дұға қылды: «Рабби ла тазарни фарда ва анта хайрул варисин». Я Алла, мені жалғыз қалдырма, яғни ұрпақсыз етпе деп дұға қылды. Енді перзент сұрап жүрген адам осы дұғаны жасаса болады. Рабби ла тазарни фарда ва анта хайрул варисин. Және одан кейін Рабби хабли минас салихин. Тағы да басқа жерде, басқа аяттарда келеді: «Ва Алла, маған ізгілерден болған ұрпақ бер, ізгі ұрпақ бер» деген дұға. Рабби хабли минас салихин, Рабби ла тазарни фарда ва анта хайрул варисин. Осы дұғаларды жасауға болады. Енді қиындыққа тап болған адам ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин деген дұғаны жасауына болады. Кейін Алла тағала қияметтің жақын қалғандығын, қиямет болған кезде адамдар шошитындығын аяттарда айтады. Соңғы бетінде Әнбия сүресінің Алла тағала: «Валақад катабна физ забури мин баъди зикри аннал арда ярисуха ибадияс салихун». Біз Забурде, Забур кімге түскен кітап? Дауд алейхиссаламға түскен кітап. «Ва атайна Дауда забура» дейді Құранда Алла тағала. Біз Даудке Забурды бердік дейді. Біз Забурда мынау жерді ізгі құлдарым
мына жерге ізгі құлдарым иелік етеді деп айтқанмын деп Алла тағала айтып жатыр. Осы аятқа қатысты мынау Ахмад Дидат деген, Алла рахмына бөлесін, ғалым бар. Сол кісі айтады. Енді салыстырып келеді. Бір сөздер, мысалы Библияда келген, алдыңғы кітапта келеді, кейінгі кітапта сол қайталанады. Айтады, қараңыздар дейді, мына жерде плагиат дейді. Плагиат дейді. Неге? Өйткені сілтеме жоқ дейді. Ал Құранда Алла тағала біз Забурде солай деп жазғанбыз деп сілтеме жасап жатыр дейді. Бұл негізі ғылыми аманат. Яғни ғылымда аманат болу керек. Плагиат деген нәрсе дұрыс емес. Плагиат ол біреудің еңбегін ұрлау. Құранда Алла тағала мына жерде біз Забурде солай жазғанбыз деп сілтеме жасап жатыр. Демек бұл не болмайды? Плагиат болмайды. Яғни Құран бізге осылайша аманатты үйретеді деп айтқан жақсы сөзі бар. Біз сені әлемдерге рақым етіп жібердік, Алланың рақымы, мейірімі етіп жібердік деп Алла тағала пайғамбарымыз жайында, пайғамбарымыздың бүкіл әлемдерге Алланың жіберген мейірімі, рақымы екендігін айтады. Баршамыз білетін аят, әсіресе Мәулид айында, Рабиул әуел айында осы аятты көп естиміз, көп айтады. Яғни Әнбия сурасына қатысты қысқаша түсініктеме осы. Енді одан кейін Алла тағала Хадж сүресінде бізге не дейді? Хадж сүресінің басы ол да қияметке қатысты сөздермен басталады. Адамдар, Құдайдан қорқыңдар, жер сілкінісі болатын зәлзәлә дейді. Зәлзәлә сол қияметтегі сілкініс өте сондай ауыр. Ол күні емізулі баласы бар, омырауында нәрестесі бар ана баласын тастап кетеді. Тіпті жүкті әйелдер сол баласын тастап қояды. Тек қана әйел емес, бұл жерде кез келген жүкті нәрсе сол қарындағын тастап қояды деді. Және сонда ол күн сондай ауыр күн. Адамдар мас секілді болады, бірақ олар мас емес деді. Олар мас емес, олар қорыққаннан сонда теңселіп, жынды сияқты болып кетеді. Алла тағаланың азабы ауыр деді. Солай бола тұра, адамдардың арасында кейбіреулері Аллаға қатысты білімсіз тартысады деді. Әлеуметтік желілерді қарайтын болсаңыз, неше түрлі құдайсызы бар, бір тәңіршісі бар, анаусы бар, мынаусы бар. Бәрі Құдайдың дінін терістеп таласып жатады. Алла тағала олар сондай шайтандарға еретіндер дейді. Шайтандарға еретіндер. Алла олардың бәріне хидаят берсін. Алла тағала бізді топырақтан, яғни адам атаны, әуелгі атамызды топырақтан жаратқандығын, сосын судан, кейін алақа, ол ұйыған қан болып, кейін ол бір кесек ет болғандығын, соның барлығын Құранда баяндайды. Кейін жатырда біз қалағанша қалады, сосын нәресте болып бұл дүниеге шығады. Кейін ер жетеді, бой жетеді. Енді кейбіреулер оған жетпей немесе жастай қайтыс болады. Кейбіреулер қайта кәрілікке дейін жетеді дейді. Алла тағала осылайша адамдардың өмірінің әртүрлі екендігін айтып жатыр. Енді кейбір адамдар бар дейді Алла тағала 11-ші аятта. Олар тек қана жақсы күнде Құдайға құлшылық жасайды дейді. Егер басына қиындық түсе қалса, бірден Құдай не болды? Мені ғана көрдің бе? Менен басқа адам таппай қалдың ба? Не болды? Бір айналдырғанда шыр айналдырдың бір нәрсе деген сияқты осындай сөздер айтып күпірлікке кететін адамдар бар дейді. Алла тағала олардан болудан сақтасын. Келесі бетте, 234-ші бетте сәжде аяты. Алла тағала бүкіл аспандардағы, жердегі
нәрселердің, күннің, айдың, жұлдыздардың, таулардың, талдардың, таулардың, және жан жануарлардың, және көптеген адамдардың Аллаға сәжде ететінін көрмейсің бе дейді. Біз де сол көптеген адамдардың қатарында Аллаға сәждемізді жасаймыз. Енді көп адамдар азапқа душар болады дейді. Кімді Алла қорласа, оны ардақтай ететін ешкім жоқ. Алла қалағанын істеуші дейді. Кейін Алла тағала тозақтағы азапты сипаттап береді. Олар тозақтан шыққысы келген сайын қайтадан тозаққа кері қайтарылады дейді. Ал жәннаттағылар олар сондай рахатта, жақсылықта болады деп жатыр. Келесі бетте Алла тағала Ибрахим алейхиссаламға адамдарды қажылыққа шақыруға бұйырғандығын айтады. Қажылыққа шақыр деді. Ибрахим алейхиссалам адамдарды қажылыққа шақырды. Риуаяттарда келеді: "Уа Алла тағала, мені кім естиді? Менің шақыруымды кім естиді?" деген кезде сен шақыр, жеткізу бізден дейді. Сөйтіп Ибрахим алейхиссалам адамдарды қажылыққа шақырады. Сол уақыттан бері адамдар сол Ибрахим алейхиссаламның шақыруымен қажылыққа барып жатыр. Жылда қазір білесіздер, енді 2 жыл пандемия болып қиын болып қалды. Болмаса әр жылы қажылыққа бір енді ресми сан бар, бірақ ресми емесі одан қайда көп. Әйтеуір 5 миллионнан астам адам жылда қажылыққа барады. Умраға барып жатқандар қанша. Солардың барлығы сол Ибрахим алейхиссалам кезіндегі: "Ей адамдар, қажылыққа келіңдер, Алланың үйіне қажылық етіңдер" деген сол шақыруына ләббәй деп келіп жатқан адамдар. Енді анау біреулерді Алла шақырады, біреулерді шайтан шақырады, біреулер тағы басқа шақырады деген сөзді айтып жатыр. Енді Аллаху алем, қайдан шыққан сөз екендігін мен білмейді екенмін. Алла тағала қажылықта болатын кейбір мәселелерді айтып келеді. Одан кейін құрбандық жайында айтады. Соңында: "Ла яналаллаху лухумуха ва ла димауха". Сендердің шалған құрбандықтарыңның Алла тағалаға еті, қаны жетпейді, сендердің тақуалықтарың жетеді дейді. Яғни Алла тағала біздің ең бірінші тақуалығымызға қарайды. Қандай ниетпен сойып жатырмыз, қандай ниетпен құрбандық шалып жатырмыз, тақуалығымыз қандай, соған қарай, соған жараса Алла тағала бізге сауабын береді. Соңғы бетке өте салайық бірден. Соңғы бетте Алла тағала: "Я айюханнас дуриба масалун фастамиу лах". Ой адамдар, сендерге Алла тағала мысал келтіріп жатыр. Сол мысалды тыңдаңдар деді. Сендердің табынып жатқандарың, Алладан басқа табынып жатқан нәрселерің барлығы жиналса да бір шыбын да жаратылмайды дейді. Егер шыбын бір нәрсені олардан тартып алатын болса, олар құтқара алмайды деді. Талап етуші де, талап етілуші де әлсіз дейді. Яғни шыбын бір әлсіз жаратылыс. Бірақ неге енді шыбын бір нәрсесін алып қоятын болса, оны қайтарып ала алмайды дейді. Енді бұны да мен жалпы бір уағыздардан естігенмін. Бірақ өзім кіріп шыбынның құрылысын, ішкі құрылысын зерттеген адам емеспін. Мынандай сөз естігенмін. Шыбында сондай бір не бар деді. Кислород дейміз бе ішінде. Бір нәрсені жеген кезде, аузына салған кезде соны жібереді, сөйтіп ол ерітіп жібереді дейді, әлгі затты. Ерітіп жібереді дейді. Яғни оны асқазанына бетіп бүтіндей барып, оны бетіп енді кішкентай зат болса да бетіп соны адам тауып шығара алмайды дейді. Бұл аятта сол нәрсе айтылып жатыр дейді. Аллаху алем. Бір Алла біледі. Мен енді оны нақты мынандай деп айта алмаймын. Тек қана естігенімді сіздерге жеткізіп жатырмын. Аллаху ястафи минал малаикати русула ва минан нас. Алла тағала адамдардан және періштелерден өзіне елшілер таңдайды дейді. Елшілер таңдайды. Демек, пайғамбарлық, елшілік бұл Алла тағаланың таңдауымен болатын нәрсе. Алла тағаланың таңдауымен болатын нәрсе. Ешкім
өзінің білімімен, тақуалығымен пайғамбарлық дәрежесіне жете алмайды. Пайғамбарды Құдай таңдайды. Ғұламаларымыз айтады, біліммен, тақуалықпен, құлшылықпен адам әулиелік дәрежесіне жете алады деді. Әулиелік дәрежесіне жете алады. Әулие бола алады. Ал бірақ пайғамбар бола алмайды. Бірақ оның ниеті, мен әулие болайын, одан кейін маған бір караматтар берілсін деген сияқты ой болмау керек. Алланың разылығы болу керек. Кейін Алла тағала оны өзі әулие құлдарынан етіп қояды. Демек, адам құлшылық жасаумен, біліммен, құлшылықпен, тақуалықпен әулиелік деңгейіне жете алады, бірақ пайғамбарлық деңгейіне жете алмайды. Неге? Өйткені пайғамбарлық бұл Алланың таңдауы. Алла өзі таңдаған құлын пайғамбар етеді, таңдаған құлын елші етеді. Ешкім оған өз еңбегімен жете алмайды. Осы нәрсені біліп алайық. Енді бір қызығы, тағы да сол Библияны қарайтын болсаңыз, Библияда пайғамбарлықты әкесі баласына батамен береді. Кейде баласы тіпті сонда ең үлкен, ең қасиетті мақам ғой, ең қасиетті қызмет, пайғамбарлық, елшілік деген. Сонда ең қасиетті қызметті, ең қасиетті міндетті алдап, ұрлап алады. Мысалы, Исхақ алейхиссалам қартайған кезінде енді өзінің негізі үлкен баласын жақсы көретін еді дейді. Үлкен баласын жақсы көретін, соған пайғамбарлықты бермекші болды дейді. Яғни бата алған дейді ғой бізде қазақта. Бата алған дейді. Сөйтіп батасын бермекші еді. Батасын берсе, кейін ол пайғамбар болады. Негізі бата берумен пайғамбар болмайды ешкім. Алла пайғамбар етсе, пайғамбар болады. Сол үшін де Алла тағала біз оқыған аяттарда не деді? Біз Ибрахимге Исхақты бердік, Яқубты бердік, оларды пайғамбар еттік дейді. Оларды пайғамбар еттік. Яғни Алла тағала пайғамбар етпесе, ешкім пайғамбар болмайды. Ал олардың кітабында солай. Сен енді кітапта солай жазылып тұр. Исхақ алейхиссалам, Ибрахим алейхиссаламның баласы бір күні үлкен баласын айтады. Енді мен қартайдым, көзі де онша көрмей қалады, нашар көреді. Мен қартайдым, енді мына пайғамбарлықты біреу жалғастыру керек. Мен саған батамды беремін, сен пайғамбар боласың. Енді бірақ білесің ғой, құр қолға бата жүрмейді, құрғақ қасық ауыз жыртады. Сол үшін сен бар да, аңға барып, аң аула, сөйтіп жақсы дәмді бір аңды аулап алып келіп, тамақ істе, сірне или там қандай бір жақсы балық ауласаң, коктал істе, әйтеуір сөйтіп алып кел. Мен жеп болайын, жеп болғаннан кейін саған батамды берейін, сөйтіп сен пайғамбар боласың деді. Бұны естіген Яқуб алейхиссаламның анасы қызғанады. Мүмкін аналары бөлек болды ма? Сөйтіп ол аңға кетіп қалған кезде дайын аңды, алып келіп қылған дайын аңды алады да тамақ қылып дайындайды. Әдемілеп дайындап, сөйтіп Яқуб алейхиссаламға айтады: мынаны әкең алдына алып кір, әкең көзі көрмейді, мен сенің үлкен балаңмын деп айт дейді. Даусың не болды десе, енді даусым кішкене қарылып қалды, даусым ауырып қалды, даусың өзгешелігін байқап жатса деді. Кейін сені ұстап көрмекші болса, енді үлкен ағасы жүнді екен, әлгі қойдың терісін қолыңа орап ал деді. Енді адамның қолындағы әлгі жүндері мен қойдың терісін ажырата алмайтындай деңгейде болу деген, енді білмеймін, енді кішкене ертегі сияқты болып кетеді әңгімелері. Ертегі сияқты болып кетеді. Әлгі біз кішкентай кезімізде ертегі еститін едік, 7 лақпен әлгі қасқыр деген. Сонда ұстаханаға барып даусын жөндеп келеді. Даусын жөндеп келеді. Аналардың даусын салады деп. Мына жерде тура сол сияқты. Қолына жүнді орап алады. Сөйтіп, соны әкесі байқамай қалады. Балам келдің ба дейді. Иә, келдім деп. Үлкен баласы деп ойлап жатыр. Иә, келдім, аң аулап келдім десе, тез келіп қалдың ғой десе, ой, аңға барып едім, бірден көрдім да, аулап алдым, сөйтіп саған асықтым деп, міне тамақ істеп алып келдім деді. Даусың өзгеше ғой десе, кішкене тамағым ауырып тұр деді. Қан келші ұстап көрейін деді. Сөйтіп анау қойдың терісін ұстап көреді да, өзім балам екен деп. Сөйтіп тамақты жеп болғаннан кейін батасын береді. Батасын береді, пайғамбар бол деп. Кейін аң аулап үлкен баласы келеді. Сонда Исхақ алейхиссалам өзінің алданғанын біледі. Әке, мен енді келдім ғой, мен аңда едім ғой,
деген кезде қап мен алдандым, енді бата қылып пайғамбарлық сен балаңа ініңе беріп жібердім, енді ренжімейсің, енді пайғамбарлық сонымен кетіп қалды деп қарап отыратын болсаңыз бір күлкілі әңгіме. Қалай сондай үлкен қызметті, ең қасиетті қызметті, міндетті ұрлап алады, алаяқтықпен алады. Субханалла, таңғаласыз. Алла тағала бұл жерде періштелерден және адамдардан пайғамбарды өзі таңдайтындығын айтып жатыр. Яғни ол баласын кандидат ретінде пайғамбар ұсына алмайды, міне менің балам пайғамбар ет, міне мынандай деп. Жоқ, Алла тағала кімді қалайды, соны пайғамбар етеді. Кейін Алла тағала иман келтіргендер, руку етіңдер, сәжде етіңдер, Аллаға құлшылық жасаңдар, ізгілік жасаңдар, құтыларсыңдар дейді. Одан кейін Алла жолында күресіңдер. Алла тағала сендерді таңдады, діндеріңде қиыншылық берген жоқ. Хуа саммакум муслимин, ол сендерді мұсылман деп атады дейді. Яғни бұл мұсылман деген атау сол бұрыннан келе жатқан атау. Ешкім, алдыңғы дін өкілдері ешқайсысы сол қазіргі діндердің атауымен пәленше түгенше болған жоқ. Христиан немесе иудаист немесе буддист деген сияқты. Алла тағала өзіне ергендердің барлығын мұсылман деп атады. Елші, яғни пайғамбар сендерге куәгер болады, сендер адамдарға куәгер боласыңдар дейді. Біздің үмбетке Алла тағаланың берген артықшылығы, ерекшелігі. Фақимус салата ва атуз зака, намаз оқыңдар, зекет беріңдер. Уатасиму биллах, Алланың дініне бекем жабысыңдар. Ол сендердің қожайындарың қандай жақсы қожайын, қандай жақсы ие, қандай жақсы жәрдем беруші деп Алла тағала өзі жайында айтады. Осымен 17-ші пара бітеді. Бағана айтқандай 17-ші парада біздің мазхаб бойынша бір сәжде бар, басқа мазхабтар бойынша 2 сәжде бар. Енді Алла насіп етсе, ертең 18-ші параны оқитын боламыз.